Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестерім, бастауыш сынып мұғалімдері. Біз сіздермен енді қазақ тілі пәні бойынша 2-ші сыныпта жазба жұмыстары, соның ішінде мазмұндама, шығарма қарастырылған ба? Мазмұндама, шығарма жазуды қалай үйретуге болады? Мазмұндама, шығарманы 90-нан неше рет жаза аламыз деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік бірге. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін алдымен оқу бағдарламасындағы жазылым бөлімінің оқу мақсаттарымен жіті танысып алуыңыз керек. Егер де назар аударатын болсаңыз, мәтін түрлеріне сәйкес мәтінін құрап жазу, түрлі стильде мәтін жазу, оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар негізінде мәтін жазу. Бұл бағдарламадағы сіздердің бұған дейінгі мазмұндама, шығарма деп атап келген дүниелеріміз оқу мақсаттарының мазмұнына берілгенін байқайсыз. Яғни шығарма жазудың жаңа бір формасы мәтінді түрлі формада ұсыну бойынша да оқу мақсаты қарастырылған. Сонда негізінен жазылымда 4 оқу мақсаты мазмұндама, шығарма жазуға бағытталып отыр. Бұл оқу мақсаттары 2-ші сынып бойынша ұзақ мерзімді жоспарда 90-дарға бөлінген. Яғни 1-ші 90-да, әр 90-да кемі 2-3 оқу мақсаты жазылымға беріліп отыр. Бірақ, егерде алып қарасаңыз, оқыған, тыңдаған, немесе аудиовизуалды материал негізінде мазмұнын жазу болатын болса, сіз сол 90-да, немесе бойында, яғни 8-9 аптаның ішінде оқушыны оқығаны бойынша, тыңдағаны бойынша, немесе аудиовизуалды материал бойынша кемі 3 рет мазмұндама жүргізе аласыз. Бірақ бұл мазмұндамаларды бағалау есебінде, бағалау үшін емес, оқушыны жазушы ретінде неден бастау керек, қалай жазу керек, сөйлемді қалай құрастырамыз, мәтін ішіндегі сөйлемдердің байланысы қалай болады. Міне, осы үдерісті үйретуді қарастырасыз. Оқу бағдарламасының да бұған дейін мазмұндама, шығарманың саны көрсетілетін болса, қазіргі оқу бағдарламада жаңартылған білім мазмұнында, яғни мәтінге қойылатын, мәтіннің көлеміне қойылатын нормативтер берілген. 2-ші сыныпта мазмұндамаға берілетін мәтіннің көлемі 40-60 сөзден, ал шығармаға берілетін сөз саны 25-35 сөзден аспауы керек. Яғни оқылым материалын шығармаға, мазмұндамаға іріктеу барысында осыған аса көңіл бөлулеріңіз керек болады. Қалай үйретеміз? Үйрену үшін мазмұндама жазу деген қалай болады? Бұның барлығы оқу жоспарында бірлесіп жазу әдісі негізінде көрсетіліп отыр. Егерде қарапайым мысал келтірейік. Оқыған материалы мен негізінде мазмұндама жазатын болсақ, оқыған материал бұған дейін оқушы міндеті таныс, талда мәтінмен жұмыс жүргізілген, сөздік жұмысы жүргізілген, мәтінді талқылау, талдау, мәтін бойынша сұрақ қойып, жауап беріп, негізгі ойын тауып, тақырыбын анықтаған материал болу керек. Бұл жерде қазір мәтінді беріп, міне оқы 2-3 рет, онан кейін жаз деген әңгіме емес. Сондықтан да алдымен мұғалім әңгіменің картасын, оқиғаның картасын белгілеп, осы арқылы бұрында да біз қолданған тірек сызбалар арқылы, түрлі схемалар арқылы да беруге болады. Осы арқылы мәтін неден басталады, ортасында не болды, оқиға қалай жалғасты, мәтін қалай аяқталды деген сұрақтарға топпен пікірталасты ұйымдастыру керек. Бірлесіп жазу әдісінде оқыған материал негізінде алғашқы 2-3 сөйлемді мұғалім оқушылармен жазу процесіндегі қалай ойлану керек, үдерісті көрсете отырып сөйлемдерді жазады. Және пунктуация, сауатты жазу, грамматика қатысты ережелерді арнайы қате жіберуі ықтимал. Байтұрсыновтың да тіл құралында көрсеткендей, яғни арнайы қата жіберіп, оны оқушының таба білу білігін назар аударуымыз керек. Мысалы, сөйлемнің тыныс белгісі, немесе сыныпта көп кездесетін ым мен ың, ж мен шыны ажырата алмайтын болса, сол құрамында дыбысы бар сөз келген кезде мұғалім арнайы қате жіберіп, оқушыларға қайта тексеру процесінде сөйлемді басынан оқып,
қате жіберілген сөзді табуына мүмкіндік жасау, яғни акцент, көңіл бөлу керек. Ары қарай оқушылар жазу процесін келесі сөйлемді жұпта талқылап, жұпта сөйлемді құрастырып жазады. Жұпта құрастыру барысында қарапайым бір пайдаланатын қағаздар берген дұрыс. Ақ қағаз болсын кез келген, немесе өшіріп тастайтын ламинатталған парақтар болсын. Себебі оқушы қатесін түзетуге мүмкіндігі болу керек. Ол сөйлемді құрастырып болғаннан кейін көтеріп екі жұп көрсеткенде мұғалім оқи алады. Және сыныптағы ең жақсы құрылған сөйлемді ғана емес, сыныпта қате құрылған сөйлемді алып, оны жақсарту, сөйлемнің құрылымын дұрыс құрау үлгісін көрсету керек. Бұл бірақ оқушының эмоциясын ескере отырып, мынау қате екен деп емес, осы сөйлемді қалай түзетсек болады, осы сөйлемнің басталуы маған ұнап тұр, немесе сөйлемнің қай бөлігі ұнап тұрғанын ескерте отырып, осылай оқушыға қолайлы ортада дұрыс жолын үйрету керек. Жұпта бірнеше рет жазып үйренгеннен кейін ғана оқушы шығармасының немесе мазмұндаманың соңғы бөлігін, қорытынды бөлімін өзі жазып аяқтауы ықтимал, мүмкін. Көбіне бізде аудиовизуалды материалдар негізінде мазмұндама жазу, оның мазмұнын жазуда сұрақтар туындап жатады. Мысалы, визуалды материалға кез келген өздеріңізге таныс бұрыннан суретті де алуға болады. Бірақ осы суретті тамашалаудың да негізгі мақсаты белгілену керек. Қазір алдарыңда көрсетілген суретке қарап, суретте нелер бейнеленгенін есте сақтауға тырысыңдар, талпыныңдар. Бұл үшін сіздерге 30 секунд уақыт беріледі. 30 секунд ішінде әрбір оқушы суретке қарап отырып, нелер бейнеленгенін есте сақтайды. Уақыт өтті. Енді әр оқушы өз бетінше қағаздарына есте қалған сөздерді жаза бастайды. Маңыздысы қанша сөз жазды емес, енді маңыздысы осы сөздерді дұрыстығын тексеріп, қай сұраққа жауап береді? Дұрыстығын тексеріп алуымыз керек. Енді жұпта сөз тіркестерін құрастыру. Яғни бұл қандай, немесе не істеді сұрақтарына. Оқушыға зат есіммен, етістіктің сын есіммен, зат есімнің сөз тіркесін құрастыр деу емес. Жалпы қолдану барысында өзің жазған зат не істеді, немесе ол қандай деген сұраққа сөз тіркестерін құрастыру. Яғни жұпта оқушылардың үлкен мүмкіндігі бар. Бірнеше сөз тіркестерін құрастырғаннан кейін әрқайсысы өз тіркесін топта қорғайды жұптар. Топта қорғап, топтың осы сурет бойынша құрастыратын мәтініне негіз болатын басты 4-5 сөз тіркесін өздеріне іріктеп белгілеп алу керек. Және неліктен бұл сөз тіркестерін тіркегенін ойларын дәлелдеуі тиіс болады. Осы процестен кейін оқушылар топта мәтін құрастыруға кіріседі. Яғни топ мүшелері әрқайсысы берілген қағаздың шеткі бұрышына өз сөйлемдерін жаза бастайды. Бұл жазылған сөйлемдерден енді топ іріктеп мәтінге мағыналық байланысты сөйлемдерді орналастырады. Бір затты ескеру керек. Яғни сыныпта ең алғаш құрастырылатын мәтіндердің де сөз саны 4-5 сөзден тым асуының қажеттілігі жоқ. Сондықтан да бұл құрастырған сөздерін топтар таныстыруы немесе өзара қайта оқушының тәжірибесі жүзеге асу үшін бұл сөздерді түрлі бөлшектерге, сөйлемдерге қиып тастауына болады. Және өздеріңізге белгілі түрлі әдіс-тәсілдер, мысалы жикса әдісі арқылы топтар орын алмасып, келесі топтың қиылған сөйлемдерін мәтінді қайта, шашылған мәтінді қайта қалпына келтіріп мәтін құрастыруы. Немесе сыныптың деңгейі өте жоғары болатын болса, сөз тіркесіне сөйлемдерді ұсақтап, қиып тастап, оны қайта құрастыруға болады. Бұл кезде оқушылар мәтінді құрастыру, қайта талдау операциялары жүзеге асады. Және бірнеше рет оқу, құрастыру процесінде олар сөз тіркес, онан сөйлем құрастыру, сөйлемнен мәтін құрау операциясы әрбір оқушының бойынан өтеді.
Бұл процестердің барлығы үнемі қатемен жұмыс тапсырмасымен аяқталады. Қате тексеру барысында мұғалім міндетті түрде оқушының жазған жұмысына дағы қызылмен қатені өзі түзетуі емес, сол қатені табуына ой түрткі тастауы керек, ойлануына мүмкіндік беру керек. Ол үшін жазылған жұмыстың, дәптердің қызыл сызықтың жиегіне, егерде қабілеті өте жоғары оқушы болатын болса, оған бір ғана жай қарындашпен қате санына сәйкес белгі қоюы. Немесе осы қиналады бұл сөздің қатесін табуға дейтін оқушысы болса, сол қате жіберілген сөздің астын сызуына. Ал тым күрделі болады дейтін болса оқушыға, сол қате жіберілген әріпті белгілеп қоюына болады. Және бұны дерек көздер арқылы дұрыс сөздің дұрыс емлесін табу, талқылау жұмыстарын әрі қарай жалғастыруына мүмкіндігі бар. Ең бастысы қанша рет мазмұндама жазғызуда емес, мазмұндама шығарма жазудағы жазушы ретінде тыңдарманды қызықтырып, сөйлемді дұрыс құрып, жұрттың назарын аударатындай мәтін жазуға қол жеткізу. Сондықтан да тек қана орфографиялық қателерге емес, сөйлемді жетілдіру, сөйлемді толықтыру, сөйлемнің белгілі стилистикасының дұрыс сақталуына мұғалім көңіл бөліп, оқушылардың үнемі назарын аударып, қатемен жұмыс барысында ескеруі керек. Осымен сіздермен мазмұндама және шығарма жазуға арналған кездесуіміз соңына жетті. Сау, саламат болыңыздар.